Сәлем, сіздермен бірге Жансая Дорама. Мен бүгінгі шығарылымда 2016 жылғы «Тоннель» атты корейский фильмді қысқаша баяндайтын боламын. Видеоны бастамас бұрын каналға қолдау білдіріп, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Фильмнің басында Ли Джун Су қызының туған күніне үйіне қайтып бара жатып, жанармай бекетіне соғып 2 бөтелке су алып, әрі қарай таудан өтетін туннель арқылы келе жатқан кезде кенет туннельден әртүрлі дауыстар шығып, жарығы сөніп, кенет туннель опырылып түседі. Есін жиған кезде Ли Джун Сок көлігінің ішінде қалып қойған бетон мен қиындылардың арасында қалған түсінеді де дереу арада құтқару қызметіне хабарласпақшы болады. Бірақ та байланыс жоғын біліп, жайлап қана көлігінің орындығын артқа қарай жылжытып, қолын созыңқырап, әлсіз сигнал ұстап, байланыс қызметіне хабарласып, өзінің туннельде қалып қойғанын айтып, құтқаруын сұрайды. Олар бірнеше сұрақтар қойып, 5 минуттан кейін келеміз деп жауап береді. Сөйтіп, өзінің сатып алған бір бөтелке суының жартысын сулаймен ішіп қояды. Арада біраз уақыт өткеннен кейін құтқару қызметі келеді. Барлық қаладағы жаңалықтардан тау бөктеріндегі туннельдің қираған және оның маңында орналасқан электр желісінің де бұзылғанын, ал туннельдің оңтүстік кіреберісі аман сау, бірақ та ол жақтан қарашаңның шығып жатқанын айтады. Және де сол апаттың астында 38 жасар Ли Джун Су деген адамның тірі қалғанын айтқан кезде әйелі көріп қалады. Ал осы кезде Джун Су проводтардан жарақаттанып қалмаш, оларды бүгіп жатқан кезде телефонына қоңырау келеді. Телефонда қоңырауды алған кезде ол қала репортерлары тікелей эфирде хабарласып, Джун Судың қандай жаңалығы бар екен, жағдайы жақсы ма деп сұрап жатады. Және де сізді құтқару ұзаққа созылуы мүмкін дейді. Ал Джун Су болса, ол ұзаққа шыдамайтынын, өзінде тамақ пен судың аз екенін айтады. Осы кезде құтқару қызметінің басшысы Ким Догён келіп репортерларға Джун Суға хабарласпауын, оның телефон қуатының бітіп қалса, онымен хабарласа алмай, және де оны аман қалуына, құтқара алмай қалуын айтып, оларға қатты ашуланады. Және де құтқару қызметі мынандай үлкен апатпен бірінші рет кезігіп тұр екен. Осы апат жайлы кітаптан өзіне керекті мағлұматтарды алмақшы болып еді, бірақ та ол кітапта барлығы ағылшынша екен. Оны аударуға бірнеше күн кететін болғанын ашуланады. Осы кезде Джун Су хабарласып, өзін қашан құтқарасыздар деп ашуланады. Ал Дегон болса, сабыр сақтаңыз деп бірнеше сұрақ қояды. Және де сұрақ қою барысында өзінің қызының туған күніне алған тортты дереу арада жеп қоюын, өйткені оның бұзылып кетуі мүмкіндігі өте көп екенін айтады. Ал суды неғұрлым үнемдеңіз дейді. Тіпті судың бөтелкесіне аузыңызды тигізбей ішіңіз, әйтпесе ол ішуге жарамсыз болып қалады. Осы кезде Джун Су, мен бір жетіге ол суды қалай жеткіземін деп ашуланады. Джун Су құтқарушыларға өзінің тоннельмен біраз жүргендігін және де дәл қазір желдету құбырын көріп тұрғанын айтады. Ал құтқарушылар болса, оның өзін құтқару үшін бұл өте жақсы ақпарат екенін айтып, және де телефонның қуатын үнемдеңіз. Біз күнде сағат 12-де хабарласамыз, оған дейін телефоныңызды сөндіріп қойыңыз деп кеңес береді. Осы содан кейін Джун Су өзінің әйелімен хабарласып, онымен біраз сөйлеседі. Содан кейін машинесіндегі тастарды жылжытып, өзіне отыратын орын ыңғайлап, өзінің киімін басына жауып қана тыныш қана отырады. Ал құтқарушылар құтқару амалдарын ойластырып жатады. Және де туннельдің ішінде не болып жатқанын білмекке бірнеше дрондарды жібереді. Бірақ та жарты дрон туннельдің алдында, ал қалғаны ортасына жеткеннен кейін байланысшысынан үзіледі. Өйткені туннельдің ішінде металл темірдің көптігінен әрі қарай ұша алмайды екен. Сөйтіп, Дегон өзі көлікпен барып жағдайды білмек болады. Барғаннан кейін бірақ та Джун Суды көре алмайды. Осы кезде Джун Сумен хабарласып, өзін естіп тұрсыз ба деп телефонмен сөйлесіп тұрған кезде қайтадан туннельдің төбесі жартылай құлап, әрең дегенде өзі туннельден аман шығады. Дегон шыға салысымен Джун Суға звондап, оның жағдайын сұрап, туннельдің қайтадан төбесі құлағандығын ескертеді. Осы кезде Джун Су өзінің желдету құбырынан 3 деген нөмірлі санды көріп тұрғанын айтады. Сөйтіп, құтқару бригадасы 180 метрлік трубаны қазуға кіріседі. Ал билік басындағылар әйелі Сухёнды пайдаланып, өздерін жақсы көрсету үшін суретке түсіп алады. Бұл уақытта Джун Су бөтелкенің қақпағына суын аз-аздан құйып, және де тортын жеп алады да, көлігінің артына ашып қараса, тазартқыш сұйықтықты тауып алады да, көлігін тазартып отқан кезде бір тықырлаған дауыс естиді. Құбырдан қараса, бір кішкентай күшіктің келіп тұрғанын көреді. Осы кезде өзінің жанында үйіндінің қасында Мина есімді бір әйел адамның қалып қойғанын, оны көмекке шақырып жатқанын естіп, келе алмайтын болғандықтан құбыр арқылы өзі бармақшы болады оған көмекке. Сөйтіп құбырға келе салысымен аяғынан шеге кіргізіп алады.
Әлгі әйелдің көлігіне барып қараса, оның аяғын үлкен тас қысып қалыпты. Тасты итеріп көмектеспекші болып еді, бірақ тас орнынан қозғалмады. Сөйтіп әйелді тыныштандырмақшы болып, бізді барлық Корея құтқаруға күш жұмылдырып жатыр, уайымдамаңыз, бірнеше уақыттан кейін шығамыз дейді. Сөйтіп әйел одан сізде су бар ма, шөлдедім дейді. Джонсу өзінің көлігіне барып, өзінің суының жартысын бөліп әлгі әйелге әкеліп береді. Ол өтінемін, менің итіме де шамалы беріңізші дейді. Сөйтіп Джонсу өзінің қолына құйып, итіне де суын береді. Минаның телефоны жарамсыз болып сынып қалғаннан соң Джонсудан анасына хабарласуын өтінеді. Сөйтіп анасына хабарласып, уайымдамаңыз, мен бірнеше күнде үйге барып ораламын деп анасын тыныштандырады. Джонсу да Минаның анасына сіздің қызыңызға қамқор боламын деп уәде береді. Далада тоқтаусыз қатты жаңбыр жауып тұр. Ал Джонсу болса көліктен радионы ұстап алады да, сөйтіп классикалық әуен тыңдап біраз жата тұрады. Бір кезде Мина қатты жөтеліп, жағдайым жақсы, бірақ шамалы ұйқым келіп тұр дейді. Сөйтіп Джонсу қайтадан жорғалап құбыр арқылы өзінің көлігіне барып ұйықтап алады. Ұйқыдан тұрса, күшіктің барлық торты жеп қойғанын көріп қатты айқайлап ашуланады, енді қалай күн көремін деп. Ал әйелі Сохен болса, құтқарушыларға алғыс ретінде аспазшы болып жұмыс жасап жүреді. Осы кезде палатканың төбесінен су ағып кетіп, тамақ жерге түсіп кетеді. Ал бір құтқарушы болса, ол тамақты жуып жеп қояды, ысырап болмасын деп. Келесі күні Минаның жағдайы нашарлай бастайды, тыныс алуы қиындайды. Ол Джонсудан сізде су бар ма, су беріңізші деп сұрайды. Джонсу қайтадан өзінің көлігіне барып, өзінің қалған суын қараса, өте аз қалыпты. Ол сонда да қызбен бөлісуге дайын болып келсе, бірақ та қыз бұл уақытта өліп кетіпті. Джонсу қыздың аяғын қысып тұрған тасты бар күшімен итеріп қараған кезде, осы уақытқа дейін қыздың ішін үлкен темірдің қаталып тұрғанын көріп, қатты жылап алады. Сөйтіп өзінің киімімен қыздың бетін жауып қояды. Ал бұл уақытта жаңалықтардан осы тау бөктеріндегі туннельдің бұзылуына жоғарыдағы шенеуніктерді кінәлап жатты. Солардың жемқорлықтарын кесірінен осындай апат болды деп. Джонсу болса өзін құтқарып алатынына сенімсіздігін білдіріп күмәндана бастады. Ал Дөген болса оған қалайда бізге сеніңіз, біз сізді құтқарып аламыз. Бірақ та сіз аман қалу үшін өзіңіздің зәріңізді ішуге тура келеді дейді. Ал Джонсу Минаның көлігінен итке арналған тамақты тауып алады да оны итпен бірге бөлісіп жейді. Және де ит тауып алмасын деп оны жартысын тығып қоятын болады. Иттің мойнындағы қарғыны Джонсу өзіне алып тағып көрмекші болған кезде, тоғырып қалай екені белгісіз, көліктің есігі ашылып, тастар құлап кетеді. Осы кезде Джонсуға жүретін аймақ пайда болады. Сөйтіп Джонсу көліктен шығып, жан-жағын керіліп, бір қабырғадан өрт сөндіретін шлангы тауып алып, оның ішіне су іздемек болып еді, бірақ та су емес, ол жай ғана жыбырлаған құрт табылады. Ал бұл уақытта Дөген Джонсуға хабарласып, фундаменттің кесірінен біздің құрылыс жұмыстарымыз жайлады, 10 күн дегенде саған жетеміз дейді. Ал апат болғаннан бастап онсыз да 10 күн өткен дейді. Енді Джонсу амалсыздан өзінің зәрін ішпекші болған кезде құлағына алыстан бір тамшы судың тамғанын естіп, жүгіріп барып қараса, бір темірден су тамып тұр екен. Содан қуанып әйеліне хабарласып, өзінің су тапқанын айтады. 17 күн дегенде қазу жұмыстары аяғына жетеді, бірақ та Джонсу ешқандай да дыбыс естіп тұрмаған, ешкімді көріп тұрмаған айтқан кезде, Дөген осы кезде барып біледі. Шын мәнінде желдету құбыры құжатқа қарағанда бір құбырға аз екенін, бұлар тіптен басқа жерде қазғандығын, ал Джонсу тіптен басқа жерде болғанын осы сәтте біледі. Олар. Они что, 17 дней потратили впустую? Дөген Джонсуға өздерінің қателескендерін айтады. Ал Джонсу болса, енді менің жағдайым не болмақ деген кезде, біз сіздің қай жерде тұрғаныңызды анықтап, сол жерден қайтадан бұрғылау жұмысын бастаймыз дейді. Бірақ та бұған қайтадан 10 күн кетті дейді. Бұны естіген Джонсу қатты ашуланып, айқайлап, өзінің өмір сүргісі келмейтін, осының өмірден үмітін үзгенін айтып, қатты жылайды. Сөйтіп өзінің әйелімен қоштасу сөздерін айтады. Ал әйелі болса, оған берілме, қызың үшін аман қалшы дейді. Осы кезде телефонның қуаты сөніп қалады. Әйелі Хён қайғыдан есінен танып қалады. Ал Дегеннің жұмысты ары қарай жалғастыруына қалың жауған қар кедергі жасап жатады. Ол мемлекеттік қызметкерлерден қар тазалайтын көлік сұрайды. Бірақ та олар қаланың ішіндегі қарды тазалау үшін көліктердің бос еместігін, бір адамға бола олындай көліктің бөле алмайтындығын айтады. Бұған Деген қатты ашуланады. Ал жаңалықтардан Джонсудан хабар алмағанымызға жетігін болды. Оның тірі болмауы мүмкін деп айтып жатады. Джонсу радиодан әйелі Хённың өзіне арнаған хабарламасын естиді. Ал құрылыс командасы мен билік басындағылардың
Джонсуды құтқару үшін екінші амал бар екенін айтып жатады. Олар тоннельді күніне 15 метрден қазса, 15 күннің ішінде Джонсуды құтқарып алатындығын айтады. Бірақ та бұл уақытта 15 күннің ішінде ол тірі қала ма, аман ба, ол жағы тағы да белгісіз. Тіпті қазірдің өзінде Джонсу өліп қалуы мүмкін деп жатады. Және де билік басындағыларды Джонсудың құтқарудан қарағанда өздерінің екінші тоннельдің құрылыс жұмысы тоқтап тұрғаны үшін олар күніне 15 миллиард вон ақша жоғалтып жатқаны уайымдатады. Ал деген болса, олардың сөздерін бөліп, Джонсудың әлі де тірі екенін, оны құтқару керектігін айтып жатады. Ал бұл уақытта Джонсу өзі тастарды жылжытып кішігірім тоннель қаза бастайды. Жұмыс істеу барысында жұмысшылардың біріне тоғараның бөлігі сынып кеудесіне қадалып қалады да сол кезетте ол қайтыс болады. Бұл уақытта Джонсудың жарасы да іріңдеп жатады. Ал қайтыс болған жұмысшының анасы келіп, Джонсудың әйеліне Сыхёнға сенің күйеуің үшін менің сау балам өліп қалды деп оны кінәлап жатады. Ал Сыхён болса одан кешірім сұрап басын иеді. Билік басындағылар Сыхёнға келіп, мәнсіз іздеу жұмыстарын тоқтатамыз, осыған қол қойыңыз дейді. Сіздің күйеуіңізді іздейміз дегенде тағы да адам өлімдері болса қайтеміз дейді. Ал Сыхён болса өзінің күйеуінің әлі тірі екеніне сенеді, тірі болса қайтеміз дейді, бірақ оған ешкім тыңдағысы келмейді. Ал бұл уақытта Джонсу қасында итімен көлікте ұйықтап жатады. Және де жаңалықтардан әйелі Сыхён келіп өзінің күйеуіне хабарлама айтады. Сен мені тыңдап тұрсың ба? Сені барлығы іздеу жұмысын тоқтатады. Сені ешкім де іздемейді. Мен саған осыны өзім айтқым келді деп жылап көз жасын төгіп айтып жатады. Бұны естіген Джонсу қатты қорқып кетеді. Телефонның батарейкасын алып тістелеп ұрғылап еді, бірақ та одан ешқандай нәтиже шықпады. Ал Дегон Джонсуды құтқарудан бас тартпай бір өзі құбырға қолындағы соңғы модельдегі микрофонды алып құбырдың түбіне түсіп барлығын тыңдап көрмекші болады. Осы сәтте бастықтары барлығын тоқтатып оны көтеруін бұйырады. Сөйтіп дем арасында көтерген кезде қолындағы микрофон түсіп кетеді. Екінші тоннельдің құрылыс жұмысы басталып, жарылғыш заттар орнатылады. Ал Джонсу мен иті көлікке қарай қашып құтылады. Осы кезде Дегон соңғы рет қолын құлағына құлаққапты киіп тыңдамақ болған кезде бір әлсіздік сезіледі. Ал бұл Джонсу болатын көліктің сигналын басып жатқан. Бұны естіген Дегон барлығына тоқтатып, Джонсудың тірі екенін, жарылғыш затты жармауын сұрайды. Бірақ та жарылғыш зат жарылып кетеді. Арада 35 күн өтті деген кезде құтқару командасы Джонсуға жетеді. Джонсу бұл уақытта әлі тірі болатын. Джонсуды ұшаққа отырғызбақ болған кезде министрлерді күтуіміз керек деп тоқтатып қояды. Осы кезде Джонсу Дегонның құлағына барлығын құрып кетіңдер оңбағандар деген сөзді жеткізеді. Ал барлық жаңалықтардан Джонсудың туннель апатынан 35 күннің ішінде аман қалғандығы, соның қалай құтқарылғандығы жайлы айтып жатады. Джонсудың көмегімен Минаның иті де аман қалады. Ал Дегон болса, әлгі Джонсудың дөрекі сөзін халыққа жеткізген үшін түсініктеме жазып отырады. Осыдан кейін Джонсу туннельмен жүруге қорқып қалады. Бірақ та бұл жолы қасында әйелі Сыхён бар еді. Достар, осымен қысқаша фильм аяқталды. Сіздерге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Келесі жаңа видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.